Эйфория кафесіне не үшін жиналдыңыздар? Микрофон беріңіз. Эйфория кафесіне не себепті жиналдыңыздар? Себебі болғанда жай отырып өзіміз демалайық дегенбіз. Ол жерге барғанда сіздер алдын ала білдіңіз ба, төбелес болатынын? Жоқ, білген жоқпын мен. Не себепсіз пышақ алып жүрдіңіз өзіңізбен бірге? Өйткені сол жағдайға дейін бұрын, 3 күн бұрын құрметті сот маған Талғар қаласында орналасқан Арман көлік жанармай бекетінде 3 белгісіз азамат маған қастандық жасаған болатын, ұрып, көзіме ашып ұрысын шеуіп пышақпен қолаған болатын. Сол кезде мен құтылып қашып кеткен болатын солардан. Сол үйден шығып баратып, аяқ киім киіп жатып, ас пышағын жатқан көріп қалтама салып алған болатын. Сол бағанағы маған шабуыл жасаған жігіттер Талғар кішкентай қала болғаннан кейін бағанағы ресторанда жүру мүмкін деген мақсатта салып алған пышақты сол кезде. Қорғану мақсатында. Тағы пышақ шығарса мен қорғанам деп. Ол пышақты қасыңыздағы балалар көрді ме, жігіттер? Эйфорияға барған кезде, сыртқа шыққан кезде бағанағы жақсы келдім мен Дана мен Елмира келмей тұрып, Ильяс Нұрқиясқа көрсеткен болатын. Мен осындай үйден осы пышақты алып шықтым. Не үшін алып шықтым деген кезде осындай жағдай болып еді. 3 күн бұрын осындай балалар келіп жатса сөйлесейікші, не үшін үйтті екен, өзім түсінген жоқпын ол кезде ше. Соны сұрайын деп едім десем, Нұрқияс Ильяс тұрды ол кезде. Қазір бүгін керек емес, басқа күн сөйлесеміз. Қазір осы жерден шыққаннан кейін баняға барайық деді. Жарайды деп келістім сол кезде. Ал енді сіз бірінші автокөлікпен бірге келдіңіз бе, или артынан келдіңіз бе? Артынан Заршанс Ашырбаев Талғатқа тиесілі көлікпен келдім. Келген кезде неден басталды? Неден басталғанын білмеймін. Мен келген кезде уже төбелесіп жатты ғой, аяқта шу болып жатты ғой. Сізге жәбірленушілердің барлығы да айтады, сіз Ахметті сіз бірінші ұрды деп, оған не айтасыз? Мен оларды көрген жоқпын, құрметті сот, ол жерде. Аяқ жанында топ бала қашып баратқанын көрдім, солардың арасында болмаса. Ал енді сіз жартылай мойындайын дедіңіз. Сол жөнінде сіз басында Шерзат туралы еш нәрсе айтпағансыз, содан кейін 16-шы томнан бастап сіздің жауабыңызда пышақты мен Шерзатқа салып алдым деген сөзіңіз бар. Соған не айтасыз? Құрметті сот, мойныма алған себебім бізді Талғар қаласында бағана полиция басқармасында болған кезде тергеушілер оны бір адам істеді, бір адам мойын алмаса бәрілерің қиын болады деді сол кезде. Групповой кетесіңдер деді. Сонымен бізді Қонаев қаласына этаппен алып кететін болды. Этаппен алып келе кезде газелдің ішінде Сахиев Равиль, Белғожаев Шыңғыс, Тоқтабаев Азамат төртеуміз болдық. Сол кезде сөйлестік. Сол кезде Сахиев Равиль бір адам істеді, бір адам мойындасын, мойындамасақ бәрімізге